Мағжан Жұмабаев ауданының ішкі істер бөлімінде көшпелі жедел кеңес өткізіліп, жиында уақытша ұстау изоляторының жұмысын жетілдіру мәселелері қаралды. Бүгінгі таңда Солтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаменті қарамағындағы 13 уақытша ұстау изоляторының 9-ы жұмыс істеуде. Жиында айтылып кеткенде, изоляторлардың жұмысына қатысты барлық сұрақтар Солтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаменті басшылығының бақылауына алынған. Бүгінгі таңда олқылықтарды жою бойынша тұрақты түрде жоспарлы жұмыстар жүргізілуде. Бұл шара алғашқы рет өткізіліп отыр. Осы жиналыста ішкі істер органдары уақытша ұстау изоляторларының жай-күйі, техникалық нығайтылуы, медициналық санитарлық қамтамасыз ету бойынша тағы басқа сұрақтар талқыланды. Бұдан бөлек уақытша ұстау изоляторының және бірқатар полиция бөлімдерінің құрылысын өзгерту бойынша жобалық сметалық құжаттама әзірленіпті. Кеңес барысында Мамлют ауданы ішкі істер бөлімінің изоляторына қызмет көрсететін медицина қызметкерлерінің жұмысына оң баға берілді. Бөлімде полицейлерге барлық жағдайлар жасалған. Дәрі-дәрмектер арнайы қораптарға салынып, оларды дұрыс қолдану бойынша нұсқаулықтар қоса беріледі екен. Хочу отметить, что данное мероприятие проводит... Аталған іс-шара алғаш рет өткізіліп отыр. Мұндай кездесулер ішкі істер бөлімдерінің өзара іс-қимыл жасасуына оң әсерін тигізеді деген сенімдемін. Мария Нистолидің пікірінше, мұндай кездесулерді өткізу тиімді болмақ. Жиын соңында аталған мысал бойынша жедел кеңес шешімі қабылданып, жаднама нұсқаулықтарды әзірлеу аудандық уақытша ұстау изоляторы басшыларының бақылауына алынды.